Мынаны біздің сиырлар көрсе, Швейцарияға көшем деп бәле болатын шығар. Әлемдегі ең тыныш болған Швейцария бір күнде қауіпті болып шықты. Швейцариядағы Альпі тауларындағы құлаған мұздықтар бүкіл бір ауылды қиратты. Айта кетсек, осыдан бірнеше күн бұрын Альпі тауларының бөктерінде орналасқан Блаттен ауылын мұз басып қалған болатын. Бірақ абырой болғанда бірде-бір адам шығыны болмаған. Геологтар бұл жағдайды алдын ала зерттеп, дабыл қаққан. Швейцария билігі тез іске кірісіп, ауыл тұрғындарын қауіпсіз жерге көшірген. Бір таңғаларлығы, тұрғындармен қоса 52 сиырды да эвакуация жасаған. Тікұшақпен жеке-жеке 52 сиырды қауіпсіз жерге көшірген. Осылайша Швейцария билігі тұрғындарымен қоса малдарына да қамқорлық жасай алатынын көрсетті. Осындай қызықты ақпараттарды біліп отырғыңыз келсе, қазақ баласына тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.